Жамбыл облысының кітапханашылары мобильді қосымша жасады. Әулиеата кітапханасы деп аталған бағдарлама жергілікті ақын жазушылардың шығармашылығын насихаттауға арналған. Оқырман ұялы телефонына жүктеп, кез келген уақытта интернетсіз электронды кітаптарды оқи алады. Пікір қалдырып, әдеби ортада ой алмасуға да болады. Әзірге қосымшада 26 ақын жазушының еңбегі енгізілген. Алдағы уақытта электронды қор жаңа кітаптармен толықтырады. Әулиеата кітап оқитын өңір атты кітап акциясы бастау алды ғой. Сол акция аясында сонымен қатар жастарды оқуға тарту мақсатында, өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, жастарымыздың көбісі мына смартфонда, планшеттермен жүреді ғой. Сол себепті оқуға тарту мақсатындағы жасалынған дүние. Қазіргі нарық заманда білесіздер, кітаптар шектеулі шығады, ары кетсе 1000 дана, 2000 дана, барлығына бірдей бере алмайсың. Сондықтан мына цифрлық форматтағы бұл бағдарламаның өте тиімділігі мол. Кез келген оқырманға, кез келген өңірдегі жаңа қаламдас әріптестерін сұрап жатса да, оларға да міне осы бағдарламаны жүктеп алып, ашып оқи берсеңіздер болады деп айтуға болады.